Сәлем, кезекті біздің нұсқа талдаумызға қош келдің. Ал кеттік, ал бастайық. Үшінші нұсқадан ары қарай 3 пен бүгін 4-ті талдаймыз, Ал кеттік. Ал бізде бір сұрақ не еді? 112 беттік оқулықты бірінші беттен бастап нөмірлеп шығу үшін неше цифр қажет екенін табыңыз дейді. Жалпы бізде бүгін бұған мынандай форма қолданылады. 3x азайтқан 9 азайтқан 99 деген. X деп отқан осы мынау 112-ні қоя саламыз. Қанша беттік кітап болады, сонша бет қоямыз. Если бізде 3 беттік кітап болатын болса, 3x азайтқан 9 азайтқан 99. Яғни жазып берсем полный. Ал если бізде 2 беттік, мысалы 99 беттік, либо 70 беттік кітап болатын болса, мысалы ретінде 2x азайтқан 9 қоя саламыз. Болды. Ал сен 4x болса, кете береді. 9 азайтқан 99 азайтқан 999 деп шығар. Кете береді. Енді бізде мынау кітап 3 беттік болса, бізге мынау формаға кетіп қалады. Сонда есептейтін болсақ, 3 көбейткен 112 азайтқан 9 азайтқан 99. Сонда азайтып көретін болсақ, қанша болады бізде? Азайтқан 9 азайтқан 99. Ол бізде 228 цифр қолданылады екен. Ол бізде мынау жауабы Д жауабы. Кеттік келесі. Келесі сандардың арасында заңдылықты анықтап, x санының квадратын табыңыз дейді. Квадрат дейді ғой, сол санның өз-өзіне екі рет көбейтеміз. Біз именно заңдылықтарды есептеген кезде біз қосып азайтып бәрін істеп көреміз. Сонда мынаған 1-ді қоссақ 3 болады, мынаған қоссақ 2 7 болады, мынаған қоссақ 3 шығып тұр. 6-ға 3 қоссақ 9 шығып тұр, мынаған 4 қоссақ бізде 11 шығып тұр. Значит 9-ға 5 қоссақ бізде 14 шығып тұр. Заңдылық бізде келіп тұр. Получается, сол x-тің мәнінің квадраты, x квадрат. Получается, x квадратында x бізде 14 кетен болса, 14-дің квадраты, ол бізде 14 көбейткен 4, ол бізде 196 деген мынау А жауабына сәйкес келеді екен. Келесі. Төмендегі сандар қатарының өзгеріс ауқымын қуашын табыңыз дейді. Өзгеріс ауқымы, өзгеріс қуашы деп отқан ең үлкенінен максимальнынан ең кішісін астасыңдар. Өзгеріс ауқымы десе. Получается, біз ең үлкені қанша болып тұр бұл жерде? 8-7 болып тұр. 8-7-тен азайтамыз. Ең кішісі біздің нақты уже минусқа кіріп кеткен. Минусы бізде мынау болды. Минус 6,5. Бізде енді заңдылық бойынша минус бізде плюс береді. 8-7-ді қосамыз, 6-5-ті қанша болады? Мынақта 2, 14, 15-2, 15-2 деп отқан, бізде мынау Д жауабы бола салады екен. Келесі. Құмырада қызыл, ақ және көк тастар бар. Ондағы қызыл тастар ақ тастардан 2 есе көп. Sıra жазып ойнайым. Қызыл тастар ақ тастардан 2 есе көп. Қызыл тастар ақ тастардан 2 есе көп. Оны жаздым. Келесі, ақ тастар көк тастардан 3 есе көп. Ақ тастар көк тастардан 3 есе көп. Егер бір тас кездейсоқ таңдалса, онда оның қызыл емес болу ықтималдылығы дейді. Бізде мынау сәл күрделеніп келген есеп негізі. Бізде не берілмеген, бізде жаңағы білінеді. Сол общий мысалы сандар беріледі. Мысалы айтсам болады. Мысалы қорапта 20 шарик бар. Сол 20 шариктің 15-і қызыл, 5-і көк десе, көк болу ықтималдығы десе, біз просто әшейін сан қоя саламыз. Именно біз бұл жерде қараңдар, қызыл, ақ және көк тастар. Қызыл, ақ және көк тастар. Получается, бізде қызыл емес болса, получается қалған екеуі. Қызыл емес болса, бізде ақ пен көк кетеді. Сосын біз получается не істейміз бұл жерде? Бұл сәл күрделеніп келген есеп енді. Біз бұл жерде бәрін бір неге өрнектейміз. Біз бәрін бір неге өрнектейтін болсақ, қалай болады? Мысалы біз бәрін мынау аққа келтіреге. Бізде ақ деп отқан. Мысалы мынамен келтіреміз. Ақ тау үшін біз қызылды екіге бөлеміз. Подожди. Тұра берсін. Келесі көкті біз нені өрнектеуіміз керек? Ақ арқылы өрнектеуіміз керек. Біз көк тау үшін тупа мына 3-ті бағарай бөле саламыз. Получается көк деп отқан бізде ақ бөлінген 3 болады. Сонда мен көктің орнына А бөлінген 3-ті қоя саламын. Кеттім. Келесі, қызылға мен нені қоям? Қызылға мен 2 еселенген ақ, 2 көбейткен ақ, 2 аны қоям. Мынаған аны қоям. И келесі плюс бізде көк.
көк бізде жаңағы а бөлгіш қойсам, иә. Вот. Мына есептен қатасыңдар, бұл ничего страшного, бұл сәл қиындау кейін есе, в общем, короче. Енді қараңдар, біз енді кәдімгі бөлшектер қосқан кезде, мына ортақ бөлім береміз, иә. 3а қосылған а бөлінген 3. То же самое әрқайсысына ортақ бөлім беріп көбейтеміз, иә. Сонда 2а-ға 3-ті көбейтсек 6а болады. Мынаған 3-ті көбейтсек 3а болады. 3а мынаяқтан а болады. И мынаяқта астында 3 бар. Енді бізде астындағы 3 пен үстіндегі 3-ті қысқартып жіберсек болады. Так, сонда 4а-ға 3а-ға бір аны қоссақ, бізде мысалы 3а-ға бір аны қоссақ 4а болады. То же самое мынаяқта 4а деген болады. Бөлеміз 6а, 3а, 4, 1а. Значит, получается 10а болады. Енді біздің бірдей элементтер бізде а мен а қысқарып кетті. 4-тен 1 деген сан шықты. 4-тен 1 қойған бізде ол кәдімгі 0,4 деген мынау д жауабы бола салады екен, иә. Если қызыл болу ықтималдығы болса, сол получается сол бірден ажырата салады екен. Не үшін бірден? Бірде отқан кәдімгі полноценный 100%, сол 100%-тің қызыл емес болу ықтималдығы жаңағы 0,4 болады, қызыл болу ықтималдығы бірден сындыр 0,6 болады. Вот осындай. Келесі. Төмендегі суретте шаршы тәрізді волейбол ойнайтын алаң мен тең берілу тікбұрышты үшбұрыш тәріздес ойыншылардың демалыс алаңының сызбасы берілген. Не деген ұзақ текст құрсын. Демалу алаңы волейбол ойнайтын алаңнан қандай бөлігін құрайтынын табыңыз дейді. Так. Мынау демалыс алаңы, иә. Мынау ойнайтын алаң. Так, получается бұл бізде ровно жартысын алып тұр, былай қарайтын болсақ. Получается бізде мына 50%, мына 50% болса, ровно жартыны, ол бізде жарты отқан 2-ден 1 деген болады. Вот осы изи түрде шығара салады екенбіз. Так, келесі. Диаграммада Дананың сатып алған мектеп құралдары туралы мәлімет берілген. Егер барлық сатып алынған құралдардың саны 120 болса, онда түрлі түсті қағаз бен сызғыш сандарын анықтаңыз, иә. Так, бізде енді шеңбер полный 360 градус, немесе оны қатыстырмай қойса да болады тоже. Так, сатып алған құралдар саны бізде общий 120, немізге табу керек, түрлі түсті қағаз и сызғыш. Енді қараңдар, бізде пайыз арқылы табылса, бізде сызғыш 10% болып тұр, 10%. Енді бізде так, пайыз арқылы сан табу деген бір, значит бізде общий мысалы құралдардың саны 120 болса, соның 10% не алып тұр, жаңағы сызғыш алып. Не істейміз ол кезде біз сол 120-ны 10%-ға көбейтеміз. Получается бізде сызғыштардың саны шығады. 10 бөлінген 100 деп алатын болсам, так, 1200-ді бөлеміз 100-ге, получается бізде сол 120 құралдардың санын 12-сі бізде сызғыш болады екен. Ойбай. Қазақ тілі покинула чат болады. Так, сызғыш, енді келесі бізде түрлі түсті қағаз. Еміз түрлі түсті қағазды табу үшін не істесек болады? Мысалы, мынау диаграммаға қарайтын болсақ, бізде мынау шеңбердің ровно жартысын алып тұр, жартысы отқан ол 50%. 50%, енді қараңдар, 50%-ке 20% қосамыз 70%, 70%-ке қосамыз сызғышы проценті 80%, сол получается общий 100% болса, сол 100%-ден азайтып жібереміз. Сол получается 100% азайтқан 80%, получается бізде түрлі түсті қағаздың үлесі 20% болады екен. Сол получается түрлі түсті қағаз 20%. Сол получается общий сол 120 болса, 20%-ке көбейте салады екенбіз. Сонда біз 2400-ді бөлеміз 100-ге, ол бізде қанша болады? 24 болады. Получается бізде түрлі түсті қағаз 24 и сосын бізде сызғыш 12. Значит, получается 24-те 12 деген жауап болады. Именно осындай бізде бір андай нәрсе болады. 24 пен 12 и 12 мен 24 деген нәрсе болады. Вот адам есесе мысалы наоборот белгілеп қоятын болсаң, значит сенің жауабың қате болады. На самом деле дұрыс шығардың, бірақ сен дұрыс белгілемедің деген сондай нәрсе болады. Сол үшін мұқиятты өте болу керек ұбт-да. Так, келесі. 3, 7, 9 цифрлары арқылы цифрлары қайталанбайтын 3 таңбасындар құрастырылды. 9 цифрынан басталатын неше сан бар екенін анықтаңыз дейді. Қайталанбайтын, иә. Значит, біз бұны ойдан құрастырсақ та болады,
немесе кәдімгідей жазып шықсақ болады. Бізде бұл жерде жазып шыққан ыңғайлы. Неге? Өйткені бізде үш таңбалы сан, если қайталанбайтын үш таңбалы сандардың санын сұраса, біз жаңағы есептей саламыз. Ал сен 9 цифрынан басталатын неше сан бар екен болса, жаңағы не жасаймыз? Тупо жасағанымыз дұрыс болады. Есептеп, мысалы, бізде 379 жасақ болады. 397 жасақ болады. 700. Так, подожди. 739 и 793. То же самое 973 и 937. Получается 9-дан басталды бізде 2 сан бар. Ол бізде мынау Д жауабы, Ц жауабы болса екен. Так, осылай. Келесі. Әділбек үйінен 300 км жердегі саяжайға дейін төменгі 3 машинаның біреуі жалға алды дейді. Әділбек ең арзан болатын машинаны таңдаса, қанша қаржы төлейді дейді. Так. Бізде получается машина АБЦ деген бар. Енді бұны кәдімгі өзіміздің өмірлік жағдай ретінде қарастырсақ болады. Қаржылай сауатты екеніміз ол жерде көрініп қалады бізде. Мысалы, А машина айтатын болсақ, так, 1 литр жанар жағы май құны 195 литр дейді. Әрбір 100 км үшін жұмсалатын жанар жағар май бізде 5 литр. Получается бізде пропорция ғой. Бізде 5 литрға, 100 км-ға 5 литр май деп қой, бензин жейтін болса, получается 300 км-ге соның соотношениесімен 3-ге көбейтеміз. Өйткені 300-ді 100-ге бөлетін болсақ, бізде 3 болады. Получается 5-ді 3-ге көбейтеміз, 15 литр болады. Получается именно А деген машина 15 литр жейді екен. 15 литр, еще оның бағасы бар 195 теңге. Бұл бензиннің бағасы. Еще жалға алу құны бізде 8 теңге. Ал есептейік. Бізге бензинге жалпы қанша теңге етті? 195-ті көбейтеміз 15-ке. 2925 теңге дейді. И қосамыз жаңағы не 8000-ды. Получается оған А деген машинаға 10925 теңге еткен екен. 10925 теңге. Келесі В деген машинаға қанша кетеді? Дизель соляркамен жүреді екен, 150 теңге. Әрбір 100 км үшін жұмсалатын жанар жағар май 4 литр болса, 300 км-ге 4-3-ге көбейтеміз, 12 литр жейді. 12 көбейткен 150. Бұл бензинге кетсе, бензин деп бұл. Дизель. Дизельге келтсе, бұның жаға алу құны 9000 теңге. Ал есептейік. Сонда бізде 12-ні көбейтеміз 150-ге, қосамыз 9000-ға. Получается 10800 теңге дейді. Келесі газбен жүретін машина көрейік. Газ 90 теңге, әрбір 100 км үшін жұмсалатын жанар жағар май 10 литр дейді. Значит, 10 литрға тоже соответственно 3 өтеміз, 30 литр. Получается 30 литр газға 90 теңге кетеді, и оның несі жалға алу құны 7000 теңге. Сол получается 7000 теңгеге қосамыз 2700 теңге. Получается 9700 теңге кеткен екен. Получается ол бізде 9700 деген мынау Ц жауабы болады. Егер ер адамдар болса, явно газы белгілейді. Неге? Өйткені газ кәдімгі үнемдірек болады. Если мәші айтатындар білетін болса. Келесі. Әкесінің жасы қызынан 4,5 есе үлкен, ал ұлынан 3 есе үлкен. Бар оның жастарының қосындысы 70-ке тең болса, онда оның жасының мәнін тап дейді. Так, әкесінің жасы қызынан 4,5 есе үлкен. Ал ұлынан 3 есе үлкен дейді. Ол дей салайық. И осылардың барлық жастарының қосындысы 70-ке тең дейді. Әкесінің, қызының и ұлының жасының қосындысы 70-ке тең болса, ұлдың жасын тап дейді. Так, значит, біз получается бүкіл өрнекті ұлға не істеуіміз керек, өрнектеуіміз керек. Біз ұлға жалпы қалай өрнектейміз? Енді әке тең 3 ұл мен әке тең 4,5 қыз бір-біріне тең ғой. Біз бұны бір-біріне теңестіре аламыз. Сонда бізге именно ұлдыкі қалай берсін, бізге қыздыкі өрнектеу керек, дұрыс па? Значит, получается 3 ұл бөлінген 4,5 болса, мен 4,5-ны бағыр өткізіп жіберемін, қыздыкі болады. Дұрыс қой? Сонда получается әкесі бізде 3 ұл кетті. Қосылған қызы бізде мына өрнекке кетеді. 3 ұл бөлінген 4,5.
қосылған ұлы өзі қала береді, тең болады 70 болады. Енді бізде ортақ бөлмелерімізде әрқайсысын 4,5 көбейтеміз. Так, 3-ті 4,5 көбейтсек бізде 13,5 ұл болады. Қосылған 3 ұл, қосылған 4,5 ұл болады. И тең болады, мынаны тоже 70-ге көбейтеміз 4,5-ға. 315 дейді. Енді қосайық бәрін. 13,5 ұлға 4,5 ұлды қосақ бізде 18 ұл болады. 18 ұл қосылған 3 ұл тең болады 315. Так, 18-ге 21 ұл тең болады 315. Значит, получается, ұлдың жасын табу үшін мен 315-ті бөлемін 21-ге. Получается, ұлдың жасы 15 екен. Ұлдың жасы 15 ол бізде А жауабы болады. Если бізде жаңағы әкесінің жасын сұрасақ, қызының жасын сұрасақ, просто ұлдың несін апарып, мына орнына қоя саламыз. Сол кезде бізде әкесінің де қызының да жасы шыға салады екен. Так, кеттік ал келесі. Суретте кітап пен қораптың өлшемдері берілген дейді. Бірдей өлшемдегі кітаптарды қорапқа салу керек. Бұл қорапқа осындай ең көп дегенде қанша кітап салуға болатынын анықтаңыз дейді. Енді бұл сәл логика керек болады. Жалпы кітап қалай салынады? Көлденеңнен салына ма, тігінен салына ма, бүйтіп жалпайып салына ма, соған да тоже мән беру керек болады. Так, біз бірінші табанын қарастырайық. Табан бізде мынанікі именно 20. Так, негізі дұрыс бермеген ғой негізі. Дұрыс беріпті. Мынау ұзын жағы 36, қысқа жағы 30 болып тұр. Ал 20 деп отқан ол бізде биіктігі болады. Ең келесі кітаптікі. Кітаптың биіктігі 6 см, ал несі ұзындығы мен ені 15 пен 20 болып тұр. 20 болса 15 болды. Соны біз получается қалай сыйдырсақ болады бұл жерге. Тігінен қоятын болсақ, қалай болады бізде? Тігінен қоятын болсақ, бізде неудобно болып қалады. Екі кітап сыймайды да даже. Сияды, просто қыстырылып сияды да. Бай біз көлденеңнен қалай болады. Если біз кітапты былай қоятын болсақ, бізге неудобно болады. Бай бір кітап сияды, 2-3 кітап қана сияды. Неге өйткені жаңа биіктігі 20 болса, сол 20-ны бөлеміз 6-ға. 6 деп отқан кітаптың биіктігі болды. 26-ға бөлсек, как минимум 3 кітап сияды. Получается, бізде кітапты қалай қойған ыңғайлы? Бай тігінен қойған ыңғайлы болды. Тігі бізде қанша болып тұр? Тігінен бізде 6 см болып тұр. Получается, үстінен қарайтын болсақ, сол кітаптың былай үстінен қарайтын болсақ, мынандай болып тұр ғой. Былай болып тұрады сонда. Мына жер 6-да. Так. Мына жер 6 болса, мына жер 15 болып тұрады, сонда получается. Вот. Осындай. Сонда получается, мына сызбанка әдемілеп салайын. Мына жерге 6, мына жерге 15 кетеді. Так. Ага. И то же самое мына бір кітап кетеді. Өткен қараңдар. Бізде мына биіктігі 30, тура соның жартысы 15 алып тұрады. То же самое 15 алып тұрады. И мына жер 6 алып тұрады. Тура осы кітаптан именно 36-ны 6-ға бөлетін болсақ, тура осындай 6 штук кітап сияды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 міне. Мынандай болып тұр, сонда получается. Сызбасын әдемілеп берейін. Мынандай болып тұр осында. 1, 2, 3, 4, сәл дәуле қып су керек. 1, 2, 3, 4, 5, міне 6. Мына жағында 15, биіктігі 6. 6, 6, 6, 6, 6. Мына жағы 15, 15. Әдемі сеп тұр, Вот. Енді бізде получается қанша кітап түседі? Мына жағында 2 кітап, точнее 2 жақ, мына жақта 6 жақ. Получается 2-ні 6-ға көбейтеміз. Получается 12 кітап сияды екен, Биіктігі бізде қанша болып тұр? Ровно 20 см болып тұр. Мынаған әдемі келіп тұр, Андай плотно әдемі сығысып тұр, бір-біріне ше. Вот, сонда получается бізде максимальный 12 кітап сияды деген сөз. Вот, логика болмаса сәл қиындау болды есептер. Так, кеттік ал келесі нұсқамыз салдық. Осындай өрнегінің мәні ең үлкен ақ аюдың массасын килограммен алынған салмағы дейді. Ақ аюдың тоннамен алынған салмағы қандай екенін тап дейді.
Так, біз енді бұл жақта дәрежемен жұмыс істеу керек. Ең жалпы бізде дәреже отқан мынандай, мысалы ан болса, аны өзіне n рет көбейтіп шығамыз. Мысалы, получается, 2-ні кубы деп отқан, 2-ні өзіне 3 рет көбейтеміз. 2-ні кубы ол бізде 8 болды. Так, келесі 5-тің квадраты дейді. 5-тің квадраты ол бізде 25 болады. Қосқан 10-ның квадраты 100 болады. Ал сонда 25-ке 8 көбейтсек бізде нақты 200 болады. 200-ге 100 қоссақ 300, 300-ге 9 қоссақ бізде 900 килограмм. Килограммен алынған салмағы деп тұр. Ағайудың тоннамен алынған салмағы дейді. Енді жалпы жерде өлшем бірлікпен жұмыс істеу керек болады. Бұл жерде мынандай. Мысалы бізде 1 тоннада қанша килограмм бар? 1000 килограмм бар. Бізде 1 килограммда 1000 миллиграмм бар. Тағы қандай бар бізде? Дециметр, ол дециметр ұзындық болып кетеді. Килограмм, миллиграмм. Болды, осы керегі деген осы. Вот. Так, сонда получается бізде 900 килограмм болса, не істейміз? Сол получается 900-ды 1000-ға бөлетіміз. Мынау 0,9 тонна деген жауап бола салады екен. Так, кеттік ал келесі. Әкесі 42 жаста, ал баласы 15 жаста дейді. Неше жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе үлкен болады табыңыз дейді. Енді бұл жақта маңызды сөз беретін, акцент беретін нәрсе неше жылдан кейін, значит, получается, ол болашақта айтып тұр. Неше жыл бұрын десе біз азайтамыз, неше жылдан кейін десе біз қосамыз. Неға жазып қойсаң. Неше жылдан кейін десе қосамыз. Неше жыл бұрын десе азайтамыз. Өткен бұрын деп отқан прошедшее время. Өткен шақ қой кәдімгі. Неше жылдан кейін десе ол кәдімгі келесі шақ, значит қоса берді. Получается, міне. Мынақа 42, мынақа 15 жазайық. Айтып тұр. Неше жылдан кейін болса біз қосамыз, плюс x, мынағанда плюс x қосамыз. Әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе үлкен болады. Значит, баласы болатын болса, мынау әкесі. Енді явно бізде баласы әкесінен кіші болады. Получается, мына жер 2 есе болады. Осы получается біз не істейміз? Осы x-дің мәнін таба салады екенбіз. 42 плюс x тең болады. Жақсынан шыққан кезден бір-біріне көбейтіп шығамыз. 15-ке 2 30, қосқан 2x. Емізде бәріне бірдей айнымалы болса, теңдіктің мына жағына, сандарды теңдіктің мына жағына өтеміз. Енді былай өткізсек, мына x-ті баяғыда өткізсек. Бәрі минус бүгінде де. Значит, получается 42 азайтқан 30 тең болады, 2x азайтқан x болады. Сонда 42-ден 30 азайтық бізде 12, 2x-ін x азайтық бізде x болады. Получается 12 жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе үлкен болады деген мынау д жауабы бола салады екен. Так, келесі. 12, 13, 15, x, 20, 22 сан тізбегі реттеліп өсу ретімен берілген дейді. Сан тізбегінің медианасы 16-ға тең, сан тізбегінің x белгісіз x-ті табыңыз дейді. Жалпы бізде медиана дегені, медиана деп отқан тура ортасы. Золотая середина дейді, тура ортасы. Вот. Енді бізде медиананың 2 шарты бар. Именно если бізде сандар қатары жұп болатын болса, не істейміз? Тура ортасындағы екеуін аламыз, қосып 2-ге бөлеміз. Ал если бізде сандар қатары мысалы тақ болатын болса, мысалы 7, 9, 11, 2-ге бөлемейді. Мысалы 15, 17, 21, 25 деген тақ сандар болатын болса, не істейміз? Тура соны 2-ге бөлеміз. Мысалы 25-те болатын болсақ, мысалы 25 санның медианасын тапса, не істейміз? 25 2-ге бөлеміз, 12, и қасынан бір қалдық қалды. Не істейміз сол кезде? Именно сан қатарының басынан бастап санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И не істейміз? Жаңағы 12-ге келеміз. И 13-ші сан, сол сан, мысалы 25 санның несі болады? Жаңағы тура ортасы болып табылады. Вот, соны получается бізде сандар қатары нақта 1, 2, 3, 4, 5, 6 болса, жұп бі? Кәдімгі жұп сан қатары болып тұр. Получается, жұп сан болса, не істейміз? Нәйкеуін қосып 2-ге бөлеміз. И соны 16-ға теңестіреміз. Соны получается 15 плюс x бөлінген 2 тең болады 16-ға. Сонда 15x, мына 2-ні бағары көшіретін болсақ, 32 болады.
сонда x мәнін табу үшін не істейміз? 32-ні 15-ке бөлеміз, бізде 17 деген сан шыға салады екен. 17 отын бізде мынау д жауабы. Вот. Тағы қайта айта салайын. Если бізде сандар қатар жұп болатын болса, тура ортасына екі санды қосып 2-ке бөлеміз. Ал если бізде сандар қатары тақ болатын болса, тура ортасына аламыз. Мысалы 12 болса, 12 демей қойдым, 11 болса, 11 сан болатын болса, алғашқы бесеуін и соңғы бесеу тура ортасы, сон 6-шы сан сол бізде сол 11 санның медианасы болып табылады екен. Вот осы. Келесі. Қорапта 6 қызыл, 8 сары, 4 көк түсті шар бар. Қораптан алынған бір шардың қызыл болу ықтималдылығы. Бізде ықтималдың формасы қандай? Болады тең m бөлінген n. Бұл жақта m деп отқан керегі, мынау n деп отқан барлығы. Сонда получается бізде керегі қызыл болса, қызылды аламыз. Значит, получается 6. Ал бізге n деп отқан барлығы қанша шар бар? 6-ға 8 қосамыз бізде 14, 14-ке 4 қоссақ бізде 18. Вот қысқартамыз, получается 6-ны қысқартатын болсақ 3/1 деген жауап бола салады екен. Бұл бізде қызыл болу ықтималдылығы. Вот осы. Келесі. Ұзындығы 16 метр, ені 8 метр болатын тіктөртбұрыш пішіндес жолдың бөлігін жөндеу үшін 4 бұрышына қадақ қағылып 3 қатар лентамен қоршалды дейді. Ең кем дегенде қанша метр лента керек екенін анықтаңыз дейді. Так, ұзындығы 16-да 8 дейді. 16-да 8 метр болатын тіктөртбұрыш пішіндес жолдың бөлігін жөндеу үшін 4 бұрышына қада деп отқан кәдімгі темір қадалған ғой, мынандай темір қағылған. Мынандай темір қағылған. Аха. 4 бұрышына қадалып 3 қатар лентамен оралды дейді. 3 қатар деген ғой сонда. Ең кем дегенде қанша метр лента керек екенін анықтаңыз дейді. Получается лента оралған ғой. Мынандай. Жауып қойдым, мысалы жау қазған кезде ше. Вот. Сонда получается біз не істейміз? Осының периметрін таба салады екенбіз. Так, тағы бір оқып қояйын, может бір деңгесі не то надо что-то. Ұзындығы 16 метр. Бөлінеу үшін қадағалап и 3 қатар лентамен оралды дейді. Қоршалды. Так, сонда периметрін таба берейік. Дұрыс екен. 16 қосқан 8 и осыны 2-ге көтеміз. Сонда 24 көбейткен 2 бізде 48 деп белгілесек қате болды. Неге өткені? Бізде 3 рет оралған дейді. Получается, біз 3 рет оралған болса не істейміз? Сол 148-ді 3-ге көтеміз. Сонда бізде 144 метр деген мынау С жауап бола салады екен. Вот осылай. Так, келесі. 150 мың адам тұратын қаладағы автокөліктер саны тұратын 150 мың адам тұратын қаладағы автокөліктердің саны тұрғындар санының 40%-ын құрайды дейді. Ар автокөліктің жылына орташа жүрген жолы 15 мың километр болды. Егер 100 километрге бензиннің орташа шығыны 8 литр болса, онда қалада жылына қанша бензин литрмен жұмсалатынын анықтаңыз дейді. Так, 150 мың адам тұратын қаладағы автокөліктердің саны тұрғындар санының 40%-ын құрайды дейді. Получается, общий қалада 150 мың адам бар, 150 кәде салайын, соның 40%-ы автокөлікпен тұрады, машинасы бар точнее. Сонда получается, біз санның пайызын табамыз, Не істейміз, соны 150-ді көбейтеміз 40%-ға. 40 бөлінген 100. Сонда 15-40-ға көбейтсек бізде 6 мың. 6 мыңды бөлеміз 100-ге, тең болады 60. Получается, сол 60, дұрыс қой. Сонда получается, сол 60 мың адам, 60 адам, 60 мың адамның машинасы бар. Енді бұны таптық. Әр автокөліктің жылына орташа жүрген жолы 15 мың километр болды дейді. Енді 60 мың машина бар. Енді бізде
15.000 километр болды. Егер 100 километрге бензиннің орташа шығыны 8 литр болса, онда қалада жылына қанша бензин литрмен жұмсалатынын анықтаңыз дейді. Получается бізде бір машинаға 15.000 километр жылына кетеді. Если бізде 100 километрге жылына орташа шығыны 8 литр болса, получается 15.000 қанша кетеді деген сөз, километрге. X литр, кәдімгі пропорциямен таба саламыз. Сонда 15.000-ды көбейтеміз 8-ге и бөлеміз 100-ге. Так, 120.000-ды 100-ге бөлетін болсақ, 120 1200, получается 1200 литр кететкен әр машинаға жылына. Получается не істейміз, сол 60.000 машинаны көбейтеміз 1200 литрға. Ол 72 лям литр кетеді деген сөз. Осылай. Келесі. 12 оқушыдан қалалық олимпиадаға математика, физика, химия және география пәндеріне қатысу үшін бір оқушыны таңдау керек. Әр оқушы тек бір пәннен қатыса алады. Неше тәсілмен таңдауға болатынын табыңыз дейді. 12 оқушы. 12 оқушының уже біреуі математикаға кетіп қалды. Келесі физикаға кетеді. Келесі химияға кетеді. 10 болады. Келесі географияға кетеді. Получается, осының барын көбейтіп шығамыз. Қанша пән бізде? Дұрыс. Математика, физика, химия, география. Дұрыс. Ең көбейтіп шығайық бәрін. 12 көбейткен 11, көбейткен 10, көбейткен 9. 11.880 дейді. Ол бізде мынау В жауабы болса да. Ол бізде В жауабы. Ең кейбіреулеріне сұрақ болуы мүмкін, нешін ағай азайтып жатыр? Нешін ағай аз көбейтпейді, азайтпайды? Азайтып жатыр деген сөз. Енді қараңдар, мысалы, мынандай. Общий 12 оқушы. 12 оқушы. Бұл олимпиадаға баратындар. Енді соның үшін теріп алу керек қой бізге. Олимпиада математикадан уже біреу алынып қойды. Значит, бізде 11 адам қалды ғой. 11 адам сен тағы бізде не қалады? Алынып кетті біреу физикаға. 10 адам қалды. 10 адам біреу тағы не кетіп қалды? Химия кетіп қалды. 9 өйтіп кете берді, 8 болды. Сол получается 11.800 деген мынау бұл жауап жасалды. Так, келесі. Есеп. Заңдылықтан анықтай отырып, сұрақ белгісінің орнындағы санын тап дейді. Енді заңдылықтардың есебі көбісі қадайтын есеп, даже физматтарда қадайды ғой бұл есепті негізі. Қосып көрейік. 3-ке 7-ні қоссақ бізде 10 болып тұр. Көбейтіп көрсек 21 болып тұр. Дәрежелесе общем қаша болады, азайтсақ -4 болады. Онда не істесек болады бізде? Квадратта көрейік. 3-тің квадраты 9, 7-нің квадраты 49. Қосып көретін болсақ 58 болады. Келіп тұр, получается бізде не болып тұр? Заңдылық 3-тің квадраты қосылған 7-нің квадраты. Тең болады 58. Келесі, если мынағанды орындалатын болса, ол заңдылық значит бізде заңдылығымыз дұрыс деген сөз. 5-тің квадрат бізде 25, 25-ке қосамыз 6-тың квадрат 36. Получается 61. Шығып тұр. Значит бізде заңдылығымыз дұрыс деген сөз. Так, 4-тің квадраты и қосқан 3-тің квадраты. Сонда получается бізде қанша тең болады? 16 қосқан 9, ол бізде 25-ке тең болады. Ол бізде А жауабы болады. Так, келесі. Концентрациясы К% болатын М грамм тұзды су ерітіндісінен 120 грамм таза су құйылды дейді. Соңғы ерітіндегі тұздың концентрациясы дейді. Енді бұл химиялық концентрацияның сәл-пәл күрделілеу есебі. Бұны не істеп едік? Именно концентрация білесі бочка құрамыз. Так, концентрациясы К% болатын М грамм тұзды, концентрациясы М болатын граммды, концентрациясы К%, К% болатын М грамм тұзды су ерітіндісіне 120 грамм таза су құйылды. Таза су болса, оның ешқандай несі жоқ, андай элемент, химиялық элемент жоқ. Получается, ол 100%. 120 грамм. Енді бізде мысалы 100 граммға 100 грамм болсақ, 200 грамм болады. Получается, біз М плюс 120 грамм екеуін араластырсақ. И какой-то бізде X деген процент болды. Соңғы ерітіндегі тұздың X табу керек бізге. Енді бізде тұздың концентрациясын табатын болсақ, мынаны бір-біріне бай көбейте саламыз. Ол бізде өзіміздің курста видеосабақта айтылған. Так, М көбейткен К. Так, қосылған 120
100-ге көбейтсек 12.000 дұрыс қой. И қосылған x m қосылған 120. Сол получается мына x табу үшін болады. Мынаны бөле саламыз. МК қосылған 12.000 бөлеміз м қосылған 120. X процент. Так, біздің қай жеріміз қате болды деген сұрақ. Так. Соңғы ерітіндегі тұздың концентрациясы дейді. Так, м грамм болатын К процент. И тұзы су ерітіндісіне 120 грамм таза су құйылды. Таза су болса кешірім сұраймын. Ешқандай не болмайды, мына жер получается 0 болды. Так, сонда получается мына жер жоқ болып кетеді. Если біз ана 100 қойдым, ол 100% уже химический зат болып кетеді уже. Ана жаққа біз 0 қоямыз. Мына жақта қышқылдың несі, мына жақта сұйықтың несі. Вот. Сонда получается мына жоқ болып кетеді да. X м болады, м қосылған 120 болады. Сонда біз x концентрацияны табу үшін мынаған бөле саламыз астына қарай. МК бөлінген м қосылған 120% болсады. Вот. Осы бізде жауап болсады. Вот, ол бізде мынау д жауап болса да. Сәл енді күрделі есеп екен. Мен ана жаққа 100 деп жаздырып қойдым. Если біз мысалы таза су құйылды десе 0 қоямыз. Мен 100 деп аны жаздырып қойып, ол 100 деп отқан ол астына кетеді мына жаққа. Вот, осылай. Келесі соңғы есебіміз суретте кубтың бірінші жағының 5 ұяшығы боялған, келесі жақтары бір ұяшыққа артық боялып отыр дейді. Барлық боялған ұяшықтар саны дейді. Жалпы мына жерден қарап отырсыңдар, мына жақта 5 ұяшығы боялған, мына жақта 6 өткен, мына жақта 7 өткен. Сөйтіп, мына жағында 8, ар жағында 9, мына жағында 10. Получается бір-бірден уже қосып ота береді. 5, 6, 7, так, 3 жағы кетті. И 8, 9, 10 дұрыс. Енді осылардың барын қосып шығамыз. 5 қосылған 6 қосылған 7 қосылған 8 қосылған 9 қосылған 10. Сонда қосып шығатынымыз қанша болды? 5 қосылған 6 қосылған 7 қосылған 8 қосылған 9 қосылған 10. 45, міне 45 отқан бізде мынау д жауабына келіп тұр екен. Вот осымен нұсқамыз аяқталды. Аяқталды дегенде арға жаңағы 5-ші 6-ші нұсқа, 7-ші 8-ші нұсқаға қарай жалғасып кете береді. Енді қоштаспаймыз, келесі сабақта көрісінше аман саулықта.